Қысқасын айтқанда мен тиктокермін. Бүгін ақпанның 11-і болды. Мен өз телефоныма тикток басып алдым. Сіздер не үшін деп сұрайсыздар? Менің сәл-сәл ішім пысты. Дағы видеоларды көре бастадым. Түк те түсінген жоқпын. Бұл жердегі видеолар 3 түрге бөлінеді. Біріншісі түсініксіз, екіншісі түсініксіз бірақ мағынасы бар, үшіншісі жай ғана би. Ал мен екінші түрге жатамын. Тиктокқа видео түсіріп салдым. Подписчиктерді 5 минут, 15 минут, жарты сағат, 1 сағат күттім. Подписчиктерім көбеймеді. Тағы да 2-3 видео салып тастадым. Маған 8 адам жазылды. Мен күні-түні тек қана тикток түсірдім. Ұйықтағанда, аунағанда, туалетке бара тиктокер болу оңай емес екен. Бұл тіпті кішігірім дыш екен. Мен достарыма жаздым. Тикток парақшам туралы бәріне айттым. Барлығына ұнады. Уақыт өткен соң мен түсіне бастадым. Тикток менікі емес екен. Себебі бұл жерде дизлайк болмады. Мен тиктокты өшіріп жібердім. Өзімді жаңа қырдан көрейін дедім. Сондықтан инста парақша аштым. Қысқасын айтқанда мен тиктокермін. Достар, егер жалғасын қаласаңыздар не істеу керек екенін білесіздер. Міндетті түрде каналға тіркеліп видеоға лайк басып қоңырау шалып кетпеңіздер. Пока.